Көліктерімізге құйылатын бензин, сүтіміз сақталатын шөлмектер және велосипед шынжырларындағы майлағыш заттар, бұлардың барлығы бір сұйықтықтан жасалады. Шикі мұнай тереңде орналасқан жер қойнауынан табылып, мұнай платформалары арқылы жер бетіне шығарылады. Мұндай қоңыр түсті қою сұйықтықтан пайдалы өнімдерді қалай жасап шығарамыз? Мұның жауабы фракциялық айдау деп аталатын ғажайып үдерісте жатыр. Қарапайым айдау кезінде сұйықтықтардың қоспасы қыздырылып, ең төмен қайнау температурасында сұйықтық буға айналды. Бу шыққаннан кейін, оны таза күйінде сұйықтық айналдыру үшін салқындатады. Фракциялық айдау бұл сұйықтықтар қоспасын түрлі бөліктерге, немесе фракцияларға бөлетін айрықша үдеріс болып табылады. Ол барлық көмірсутек қоспасының негізі болып табылатын шикі мұнайды бөлу үшін қолдануға өте қолайлы болып келеді. Олардың қайнау температурасы деңгейінің түрлілігі құрамындағы көміртек атомдарының санына байланысты. Көміртек атомдардың тізбегі неғұрлым ұзын болса, қайнау температурасы соғұрлым жоғары болады. Шикі мұнайды буға айналдыру үшін қыздырылып, фракциялық бағана деп аталатын, жоғарғы бөлігі ыстық, ал төменгісі салқын болып келетін биік мұнараға жөнелтіледі. Жоғары қайнау температурасындағы ұзын тізбекті көміртек атомдар бар фракциялар бағананың төменгі бөлігінде конденсат ретінде жинақталса, төмен қайнау температурасындағы қысқа тізбекті көміртек атомдар бар фракциялар бағананың жоғарғы бөлігінде орналасады. Конденсацияланған сұйықтық шығарылғанда әр фракция түрлі қасиеттерге ие болады. Мысалы, бензин сынды ұсақ молекулалар бар сұйықтықтар тез жанғыш болып келеді. Сондықтан да оларды отын ретінде пайдалануға болады. Ал битум сияқты молекулалары үлкен қосылыстар инертті әрі қоймалжың болып келеді. Олар майлағыш материал ретінде гидроизоляциялауда және көлік жолдарының жабындысы ретінде қолданылады. Ал керосин сынды аралық фракциялар авиациялық бензин ретінде пайдаланылса, лиграин, пластмасс сияқты химиялық материалдар жасауда қолданылады. Күнделікті өміріміздегі пайдаланатын көптеген заттарды қарапайым да қолайлы фракциялық айдау деп аталатын үдерістің көмегімен жасай аламыз.